Армысыздар, құрметті оқушылар мен ұстаздар қауымы. Менің есімім Жаңабай Аяулым Ахметжанқызы. Жарылқасын Отарбаев атындағы орта мектептің 9 А сынып білім алушысымын. 1 мамыр ұлттар ынтымақтастығы күні. Елімізде 100-ге тарта ұлт өкілі тұрады. Ұлтқа бөлінбей бір ту астында тұру ең үлкен бақыт. Менің әжем өзге ұлт өкілі, дәлірек айтсам неміс ұлтынан. Әжемнің есімі Вальтер қызы Мина. 1928 жылы 8 наурызда дүниеге келген. Ал туған жері Ростов-на-Дону. Кейінірек әжемнің отбасы ашаршылық нәубет жылдарында қазақ жеріне жер аударылып келеді. Соғыс кезінде тылда еңбек етеді. Ата-анасы өмірден озған соң қазақ отбасында тәрбиеленеді. Әжемнің батыр ана, тылдағы еңбегі үшін сынды төсбелгілері қара шаңырақ төрінде ілінулі тұр. Әжем өзге ұлт өкілі болса да, бізге қазақша тәрбие берді. Әжем біраз жыл өткен соң өзінің отбасымен кездеседі. Әжемнің отбасы Германияда, Франкфурт қаласында тұрады. Әжем 91 жасқа қараған шағында өмірден озды. Ол кісі өз өмірін бақытты етті. Мен әжемнің шөбересі болғанымды мақтан етемін. Әжем өзге ұлт өкілі болса да, біз бақытты отбасымыз.